Hayırlı gün, білім алушы жастар. Бүгінгі сабағымыз түстану және колористика. Дәріс тақырыбы түс физикалық құбылыс. Түстану, колористика, түстердің табиғатын, физикалық қасиеттерін, үйлесімділігін және адам психологиясына әсерін зерттейтін ғылым. Ол бейнелеу өнері, дизайн, сәулет және жарнамада түстерді шебер үйлестіру арқылы эмоционалдық әсер тудыруға, кеңістікті өзгертуге және композициялық тұтастыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Түстану ғылымы түстердің физикалық табиғатын, ақ жарықтың спектрге жіктелуін зерттейді. Хроматикалық және ахроматикалық түстер болып екіге бөлінеді. Ахроматикалық түстер, яғни ақ, қара және олардың арасындағы сұр реңдер жатады. Ал енді хроматикалық спектрдегі барлық түстер, яғни қызыл, сары, көк, тағы басқалары. Түс шеңбері және үйлесім негізгі және туынды түстердің орналасуы, яғни қарама-қарсы түстердің үйлесімі контраст тудырады. Колористиканың маңызы, эмоционалдық әсер, жылы, яғни қызыл, сары түстер қуаныш пен белсенділік берсе, суық, яғни көк, жасыл түстер тыныштық пен салқындықты сыйлайды. Кеңістікті өзгерту, ашық түстер бөлмені үлкен, күңгірт түстер кішірек көрсетеді. Практикалық қолданыс. Суретшілер, дизайнерлер, сәулетшілер мен психологтар түс арқылы адамның көңіл күйіне және қабылдауына әсер етеді. Түстану мен колористиканы меңгеру кез келген визуалды өнерде үйлесімділік пен мағыналық тереңдікті қамтамасыз ететін негізгі құрал. Дәрістің негізгі бағыттары: түстің физикалық табиғаты, жарық пен түс байланысы, спектрлік заңдылықтар, тәжірибелік қолдану. Түстің физикалық табиғаты түсті ғылыми тұрғыда түсіндіріп, оның объективті қасиеттерін зерттеу. Жарық пен түс байланысы электромагниттік сәуле ретінде жарықтың түс қалыптасуындағы рөлін ашу. Ал спектрлік заңдылықтар толқын ұзындығы мен түстің пайда болу механизмдерін меңгеру. Тәжірибелік қолдану түс физиканың дизайн мен өнер саласындағы маңызын ұғыну. Жарық, электромагниттік толқын. Жарық дегеніміз адам көзі қабылдай алатын электромагниттік сәулелердің бір бөлігі. Физика ғылымында жарық электромагниттік толқын ретінде түсіндіріледі, яғни электр және магнит өрістерінің кеңістікте таралуынан пайда болатын тербелістер. Электромагниттік сәулелену спектр өте кең: радиотолқындар, микротолқындар, инфрақызыл сәулелер, көрінетін жарық, ультракүлгін сәулелер, рентген және гамма сәулелер. Адам көзі тек өте шағын бөлігін көрінетін жарықты ғана қабылдайды екен. Толқын ұзындығы түсті анықтайтын негізгі параметр. Ал жиілік толқын ұзындығына кері пропорционал. Энергия жиілік артқан сайын жоғарылайды екен. Ал жылдамдық
вакуумда 300 000 километр сағатын көрсетеді. Көрінетін спектр. Яғни, көрінетін спектр адам көзі қабылдай алатын электромагниттік сәулелер диапазоны. Бұл диапазон шамамен 380-760 нанометр аралығындағы толқын ұзындықтарын қамтиды. Әрбір түс белгілі бір толқын ұзындығына сәйкес келеді, және бұл түстер бір-бірінен айқын шекарамен бөлінбейді. Олар үздіксіз ауысып отырады. Яғни айтқан жаңағы 7 түс қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін түстер. Ал енді қызыл түс бірінші 620-760 нанометр ең ұзын толқын. Ал екінші қызғылт сары 590-620 нанометр жылы түс, яғни. Сары үшінші 570-590 нанометр орта диапазоны. Бұл үшеуі, яғни бізде жылы түстер қатарына жатады екен. Келесі төртінші жасыл 495-570 нанометр. Көз сезімталдығы жоғары. Ал бесінші көгілдір. Көгілдір 450-495 нанометр салқын түс. Келесі алтыншы көк 430-450 нанометр. Қысқа толқын, яғни. Жетінші күлгін екен. 380-430 нанометр ең жоғарғы энергия. Ақ жарық және спектрге жіктелу. Ақ жарық бір ғана түс емес, ол әр түрлі толқын ұзындықтарындағы жарық сәулелерінің қосындысы. Ал жарықтың классикалық мысалы күн сәулесі, оның құрамында көрінетін спектрдегі барлық түстер бар. Исаак Ньютон алғаш рет призма арқылы жасаған тәжірибесінде ақ жарықтың спектрлік құрамын дәлелдеді. Ол күн сәулесін әйнек призмадан өткізгенде сәуле түрлі түстерге бөлініп спектр түзетінін байқады. Бұл құбылыс диспрессия деп аталды. Егер спектрдегі түстер қайтадан біріктірілсе, ақ жарық пайда болады. Бұл жарықтың аддитивті араласу принципімен түсіндіріледі. Жасанды жарық көздері күн сәулесіне қарағанда спектрді толық қамтамауы мүмкін. Бұл заттардың түсін қабылдауға әсер етеді. Диспрессия құбылысы жарықтың әр түрлі толқын ұзындықтары призмада әр түрлі бұрышпен сынады. Қызыл аз сынады, күлгін көп сынады. Нәтижесінде спектр пайда болады. Дененің түсі қалай пайда болады? Заттың немесе дененің түсі оның жарықпен өзара әрекеттесуінің нәтижесі. Жарық денеге түскен кезде бірнеше физикалық процесс бір уақытта орын алады. Дене қандай түсті болып көрінсе, сол түске сәйкес толқын ұзындықтары шағылып, қалғандары жұтылады. Шағылысу, жұтылу, сыну. Яғни шағылысу жарықтың беттен кері қайтуы. Жасыл жапырақ жасыл түсті шағылдырып, басқа түстерді жұтады. Дененің түсін көруге мүмкіндік береді. Ал жұтылу жарық энергияның зат ішінде сіңірілуі. Қара дене жарықтың көп бөлігін жұтады, сондықтан қара болып көрінеді. Келесі сыну.
жарықтың бір ортадан екінші ортаға өткенде бағытының өзгеруі мөлдір денелерді түс жарықтың өту арқылы қалыптасады. Келесі физикалық құбылыстар. Жарықтың негізгі қасиеттері. Жарықтың түспен байланысты бірнеше негізгі физикалық құбылыстар бар. Олардың барлығы түстің физикалық табиғатын түсіндіруде маңызды рөл атқарады және оптика ғылымының негізін құрайды. Әрбір құбылыс түстік әсерлердің пайда болуына өз үлесін қосады. Яғни шағылу, диспрессия, сыну, интерференция, дифракция. Шағылу беттен кері қайту дегенді білдіреді. Ал диспрессия спектрді бөлуі, сыну бағыттың өзгеруі, интерференция толқындардың қабаттасуы, дифракция кедергілерді айналып өту. Дене түсіне әсер ететін факторлар. Яғни химиялық құрам, бет құрылымы, жарық көзі, бақылау жағдайы. Химиялық құрам материалдың молекулалық құрылымы. Ал бет құрылымы тегіс немесе кідір, бұдыр беттер. Үшінші, жарық көзі, спектрлік құрам мен интенсивтілігі. Төртінші, бақылау жағдайы, қарау бұрышы мен қашықтығы. Ал енді дененің түсі статикалық қасиет емес, ол көптеген факторларға байланысты өзгеруі мүмкін. Мысалы, бір киім күн сәулесінде бір түрлі, ал жасанды жарықта басқа түрлі көрінеді. Бұл жарық көзінің спектрлік құрамына айырмашылығынан болады. Яғни спектрдің құрамының айырмашылығынан болады екен. Физикалық түс және қабылданатын түс. Физикалық түс жарықтың объективті өлшенетін қасиеті. Ол толқын ұзындығымен, жиілікпен және энергиямен анықталады. Физикалық аспаралармен дәл өлшеуге болады. Физикалық аспаптармен дәл өлшеуге болады. Толқын ұзындығы нанометрмен өлшенеді. Жиілік герцпен өлшенеді. Энергия джоулмен өлшенеді. Ал енді қабылданатын түс. Адамның көру жүйесінің физикалық, яғни физиологиялық және психикалық ерекшеліктеріне байланысты қалыптасатын субъективті әсер. Бірдей жарық әр адамға әр түрлі көрінуі мүмкін. Көз құрылымы жеке ерекшеліктер. Контекст, айналадағы түстердің әсері, тәжірибе, яғни мәдени және жеке факторлар. Түс екі деңгейде өмір сүреді. Табиғаттағы физикалық шындық ретінде және адам санасындағы қабылдау ретінде. Бұл айырмашылықты түсіну дизайн, өнер және визуалды коммуникация салаларында ерекше маңызды. Түстің физикалық негіздері. Түс күрделі әрі көп қырлы құбылыс. Ол жарықтың электромагниттік табиғатына, көрінетін спектрге, ақ жарықтың құрамына және заттармен өзара әрекеттесуіне негізделеді. Сонымен қатар түс адамның көру жүйесі арқылы қабылданып, субъективті бейнеге айналады. Физикалық негіз, спектрлік құрам, заттармен әрекет, қабылдау деңгейі, яғни 4 бөліктен бөліп отырмыз. Физикалық негіз электромагниттік толқын 380-760 нанометр диапазон толқын ұзындығы мен энергия. Ал спектрлік құрам
ақ жарықтың түстерге бөлінуі, диспрессия, Ньютонның тәжірибесі. Келесі заттармен әрекет: шағылу, жұтылу, сыну процестер арқылы дене түсінің пайда болуы. Келесі қабылдау деңгейі, яғни физиологиялық және психологиялық факторлардың түсті қабылдауға әсері. Түсті зерттеу физика, физиология және өнердің тоғысқан нүктесінде жүзеге асады. Түстің физикалық негіздерін түсіну арқылы түстік құбылыстарды ғана ғылыми тұрғыдан талдауға, сондай-ақ оларды дизайн мен өнер саласында тиімді қолдануға мүмкіндік аламыз. Білім алушының өзіндік жұмысы үшін тапсырма. Түстің физикалық модельдеуі, яғни шығармашылықта тәжірибелік. Орындау шарты. Бірінші, сызба дайындау. Исаак Ньютонның призма арқылы ақ жарықты спектрге жіктеу тәжірибесінің сызбасын қағазға немесе графикалық редакторда сызыңыз. Әр түстің толқын ұзындығын 380-780 нанометр қасына белгілеңіз. Екінші талдау. Неліктен қызыл түс ең аз, ал күлгін түс ең көп сынатынын физикалық тұрғыдан түсіндіріп, қысқаша эссе жазыңыз. Бұл эссе 50-70 сөз болуы керек. Үшінші, визуалды эксперимент. Бір затты алып, оған 3 түрлі жарық астында күн жарығы, сары, шам, көкшіл, яғни лед қараңыз. Зат түстің қалай өзгеретінін сипаттап, дене түсі мен жарық спектрі арасындағы байланысты дәлелдеңіз.